біз баланы ерте дербес қылуға тырысып жатамыз, яғни самостоятельно болғанын қалап жатамыз. Кішкентайынан өзі аяғындағы бауын байласа, өзі қалағанын алып жесе, көп ата-ананы мазаламаса деп біз осылай армандаймыз. Біздің идеалды баланы осылай көріп жатамыз. Бірақ ең үлкен бір қателік, бірінші баланы өзімізге баурап алмай, бауырымызға басып, жақын қылмай тұрып, бала ол жақындыққа әбден тоймай, әбден қанықпай, біз оны дербестікке итеріп жатамыз. Бұл үлкен бір қателік. Өйткені бала бірінші ата-анамен жақындықты, контактты сезінгені дұрыс болып саналады. Ал бізде екеуі орындарын ауыстырып кетіп жатамыз. Иә, бала өзінің уақытысында дербес болады, бірақ дербестікке дейін үлкен бір кезең бар. Яғни бала жақындықты сезіну кезеңі. Сондықтан біз балаларымызды осы керемет әдемі кезеңнен айырмайық.